әйелдік энергияны көтерудің мықты техникасы. Яғни әйел адамның энергиясы өзіне уақыт бөлгенде көтеріледі. Әйел энергиясы, рухы, ақшасы бәрі бір кеңістікте жатады. Әйелдің рухын көтеретін нәрсе ол ақша. Рух көтерілу үшін ақша болу керек. Ақша болу үшін өзіңізге уақыт бөлу керек. Уақыт беру үшін сана болу керек, яғни сіздің саналы миыңызбен жұмыс жасауыңыз керек. Санаңыз жетіп тұру керек, шамаңыз жетіп тұру керек. Таңертең тұра алмайым, таңертең ояна алмайым, қиналам дегендерге мотивация ақша болу керек. Себебі әйел өзіне уақыт бөлгенде міндетті түрде ақша келеді. Мысалы, күніне өзіңізге 20 минут уақыт бөлсеңіз, өзіңізге 20 миллион келе жатыр деп ойлай беріңіз. Немесе 20 миллионға миыңыз әлі сене қоймаса, санаңыз сене қоймаса, онда 2 миллион теңге келе жатыр деп ойлаңыз. Егер мүлде жұмысым жоқ, үйде отырып 5000 теңгеге де жете алмай жатырмын десеңіз, онда былай ойлап сеніңіз. Егер мен күніне өзіме 20 минут уақыт бөлсем, маған 200 теңге жай үшін келеді деп ойлаңыз. Және соған сеніңіз. Ол шынымен де келеді. Егер сіз өзіңізбен жұмыс жасасаңыз, ақша міндетті түрде сізге келеді. Уақыт, ақша, рух үшеуі бір. Егер сізде уақыт жоқ болса, онда ақша келмейді. Және рух оянбайды. Егер сізде ақша болмаса, өзіңізге уақыт болмайды. Осы үш нәрсе бір-бірімен өте тығыз байланысты. Сондықтан таңертең тұра алмаймын, ұйықтай берем, жалқаумын десеңіз, онда тағы да солай 70 жыл бойы солай жүре беруіңіз әбден мүмкін. Егер ақшасы жоқ, жаңағы рухы төмен адам болмаймын десеңіз, өзіңізге жай ғана уақыт бөліп үйреніңізші. Енді қалай уақыт бөлеміз, соған келейік. Өте оңай кесте берем сіздерге. Сол кесте бойынша күнделікті жұмыс жасаңыз. 10 жыл, 20 жыл өз-өзіңізбен жұмыс жасағанда, осы нәрсенің бәрі автоматты түрде болады. Кестенің де қажеті жоқ болады. Осыны қазір нақты жасап алыңыз өзіңізге. Бір айға 3-4 қана тапсырма. Мысалы, тілек тілеу, күнде садақа беру, 10 километр жүру, медитация жасау, ағылшынды күнделікте оқу, немесе күнделікті жаттығу жасау. Күнделікті жасау керек әдеттерді жазып орындап жүріңіз. Жазып орындаған соң жанына галочка қойып шығасыз. Тағы мен сіздерге бонус ретінде әйелдік энергияны көтеретін нақты 23 әдісін айтамын. Сол жерден өздеріңізге ұнағанын кестеге жазып, күнделікті жасап, галочка қойып, өз-өздеріңізбен жұмыс жасаңыздар. Таза ауада жаяу жүру, массаж, маникюр жасату, арома майлармен ванна қабылдау, жағымды музыка тыңдау, билеу, әдемі макияж жасау, үйіңді, шкафыңды артық заттардан тазарту, бетіңе күтім жасау, анаңмен жақсылап әңгімелесу, өзіңіздің 50 жақсы қасиетіңізді жазу, махаббатты көрсету, өзіңізге сыйлық жасау, обстановканы өзгерту, жиһаздарды басқаша етіп қою, медитация жасау, жақсы мағыналы фильм көру, күніңізді жоспарлау, күн сайын алғыс жазу, 10-15 минут жаттығу жасау, күнделікті жетістіктеріңізді жазып жүру, күнделікті ерте тұрып, алғашқы 20 минутыңызды өзіңізге арнау, сүйікті тағамыңызды әзірлеу, кейінге қалдырған істі орындау, таңғы аффирмацияларды айтып жүру. Видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылыңыз. Келесі жаңа өте пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушанды басып, жаңа видеоларды алғашқы болып көріңіз. Құрметті оқырманым, сізге шын жүректен сәттілік тілеймін. Әрқашан энергияңыз жоғарыда болсын.